Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ұстаздар. Жалпы химиядан тестті қалай орындаймыз? Мысалы, мен мынадай 25 сұрақтан тұратын осындай тест дайындадым. Егер мынандай сұрақтар келсе, қалай орындаймыз? Соны бірге орындайық. Мысалы, бірінші сұрақ: химиялық құбылысқа жататын қай нұсқа? Шынының балқуы, сулануы, сүттің қайнауы және судың қатуы, бұлар бізде физикалық болады. Яғни балқу, қайнау, еру, қату деген сияқты құбылыстардың барлығы физикалық болады да, ал ашу, жану сияқты құбылыстар бізде химиялық болып табылады. Егер аллотропиялық түр өзгерістерге жататын заттар, жалпы аллотропиялық түр өзгеріс дегеніміз бір элементтің бірнеше атомнан тұратын басқа атауымен айтылатын заттар. Мысалы, дитер мен озон. Бұлар аллотропиялық түр өзгеріске жатады. Дейтерий дегеніміз сутектің 1/2, яғни бір протон және бір нейтрон болатын түрі. Ал озон дегеніміз бәрімізге белгілі, О3 деп жазылады. Бұл оттектің аллотропиялық түр өзгерісі. Демек жауабымыз А болады екен. Үшінші, жай заттар. Жай заттар дегеніміз бір ғана элемент атомдарынан тұрады. Оның индексіне қарамаймыз. Анилин мен этилен бұл бізде бірнеше элемент атомдарынан тұрады. Анилин мен графит. Анилин бірнеше атомнан, графит бір ғана атомнан. Бір ғана элемент атомнан. Ацетилен мен анилин. Екеуі де бірнеше элемент атомдарынан тұрады. Алмаз бен ацетилен. Алмаз бір элемент атомнан, бірақ ацетилен екі түрлі элемент атомдарынан тұрады. Графит пен алмаз бұл көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері. Сондықтан екеуі де жай затқа жатады. Салыстырмалы молекулалық массаның мәні үлкен қосылыс. Бұл жерде әрқайсысын есептеп отыруымызға болады, бірақ мына жерде қараңыздар, SO4 барлығында қайталанып тұр. Демек, 32 қосылған 64, бізде уже 96 белгілі. Яғни қайсысының молекулалық массасы үлкен болғанын білу үшін алдындағы элементтерге ғана қараймыз. Сутек 2, 2, 96, 98. Натрий 2, натрий 23, оны 2-ге өтеміз, 46. Мына жерде 46 плюс бар. Калий 2, калийдің өзі 39, 2-ге көбейтсек бізде 78 бар. Кальций 40, калий 39, бір сутек, ол жерде 40 бар. Ең үлкені қайсысы екен? Демек, С варианты бізде дұрыс жауап болады. Енді керісінше, салыстырмалы молекулалық массаның мәні аз қосылыс. Бұл жерде де бром қайталанып келген, бром 3. Бұл жерде 80-ді көбейтеміз 3-ге. Демек, бізде 240 бар деген сөз. Ал мына жердегі алдындағы элементтердің қайсының атом саны кіші болса, соны біз молекулалық массасы кіші деп қарастырамыз. Бұл жерде ең кішісі алюминий 27-ге тең болыпты. Демек, біздің нұсқамыз алюминий Д нұсқасы болады. Келесі, көмірқышқыл газының 3,1 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіндегі молекуласының алатын көлемі. Бізде белгілі мынадай формула бар. Зат мөлшері тең болады N бөлінген Na. Және зат мөлшері тең болады V бөлінген Vm. Енді осы екі формуланы біз өзара теңестіреміз. Яғни N бөлінген Na тең болады V бөлінген Vm. Осы жерден көлемді табу үшін біз V тең болады N көбейтілген Vm бөлінген Na дейміз. Бізде Na мен Авогадро тұрақтысы Vm екеуі тұрақты шама. Ал
атом саны бізде берілген 3,1 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Тұрақты көлем бізде 22,4-ге тең. Ал Авогадро тұрақтысы 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне тең. 10-ның 23 дәрежелері қысқарып кетеді. 3,1 мен 6,2 қысқарып кетеді. Мына жақта 2, мына жақта 1 қалады. Демек, 22,4-ті 2-ге бөлсек, бізде 11,2 деген шама шығады. Өлшем бірлігі литр. Демек, біздің жауабымыз В нұсқасы болады. Келесі, күкірттің массалық үлесі көбірек қосылыс. Яғни, күкірттің есептегенде атомдық массасы қай жерде көп болады, сол жерде күкірттің массалық үлесі де көп болады деген сөз. Мысалы, SO2-де 32 қосылған 32 тең 64. 32 64-дің жартысы, демек бұл жерде 50% деген сөз. H2SO3-те 2 қосылған 32 қосылған 48. Бұл жерде бізде 82 деген шығады. Енді есептеп көреміз. 32-ні бөлеміз 82-ге, көбейтеміз 100-ге. 39%. H2SO4-те 2 қосылған 32 қосылған 64. Жалпы 98 шығады. 32-ні бөлеміз 98-ге, көбейтеміз 100-ге. Бұл жерде 32,65 шығады. Келесі 32 қосылған 48 тең 80. 32-ні бөлеміз 80-ге, көбейтеміз 100-ге. Бізде 40% шығады. Және соңғысы 2 қосылған 32 тең 34. Бұл жерде анық байқалады. 32-ні бөлеміз 34-ге, көбейтеміз 100-ге. Сонда 94,11% екен. 100-ден 12 деп алсақ та болады. Демек, біздің нұсқамыз Е болады. Оттектің массалық үлесі аз қосылыс. Байқасақ, барлық қосылыста оттектің саны 3. Демек, 16-ны көбейтеміз 3-ге. 48. Енді бұл жерде қайсысының құрамындағы оттектің үлесі аз екенін білу үшін, алдындағы тұрған элементтің атомдық массасы көп болса, сол жерде оттектің үлесі аз болады. Мысалы, Менделеев кестесін аламыз. Селен бізде 79-ға тең. Күкірт бізде 32-ге тең. Теллур 128. Марганец 55. Ал хром 52. Демек, біздің нұсқамыз С болады, өйткені теллурдың атомдық массасы үлкен. Сәйкесінше, оттектің, осының құрамындағы оттектің үлесі аз болады деген сөз. Келесі сұрақ, ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз. Енді ауаның ортақ атомдық массасын біз 29 грамм бөлінген моль деп есептейміз. Ауаның молекулалық массасы. Енді ауадан ауыр болу үшін ол 29-дан көп болу керек. Мысалы, NO2 14 қосылған 32 тең 46. CO2 12 қосылған 32 бізде 44 шығады. Демек, жауабымыз А нұсқасы болады. Қалғандарын өзіміз қосып шықсақ болады. Мына жерде бір
Сұрақ болуы мүмкін. Не үшін В варианты болмады? Мына жерде 28-ге 32-ні қоссақ 60 қой деген. Кремний 28-ге тең. Өйткені кремний оксиді бізде газ емес. Осындай жерде біз мынадай мәтінге мән беруіміз керек. Келесі, сутек бойынша тығыздықтары бірдей газдар. Бізде сутек бойынша тығыздықты табу үшін H2 дейміз. Берілетін газдың молекулалық массасын 2-ге бөлеміз. Өйткені сутек бізде 2-ге тең. Сутектің өзі 1-ге тең, біз H2 деп жазғандықтан мына жерге бөліміне 2-ні жазамыз. Демек, 64 бөлінген 2 бізде 32 болады. Сутек бойынша тығыздық NO бөлінген 2. Яғни 20, 14-ге 16-ны қоссақ бізде 30 ғой. 30 бөлінген 2 тең 15. 32 мен 15 бізде өзара тең емес. Тура осы сияқты әрқайсысын есептеп шығамыз. Мына жерде 30, мына жерде 28. Сын нұсқасында 44 және 28. Д нұсқасында 28 және 28. Бізге берілген заттардың сутек бойынша тығыздықтары бірдей болуы үшін олардың молекулалық массалары да өзара тең болу керек. Яғни жауабымыз бізде Д нұсқасы болады. Келесі, тұздың 3% ерітіндісі деген сөйлемнің мәні. Жалпы бізге процент қана берілетін болса, яғни оның 100 граммдағы сонша проценті бар екенін білуіміз керек. Демек, біздің жауабымыз Д нұсқасы болады. Өйткені судың 100 граммында 3 грамм ерітілген тұз бар екенін білуіміз керек. 100 граммды 100% дейміз де, оның 3% қанша грамм? Осы жерден мына 100 бен 100 қысқарып кетеді де, 3-тің өзі қалады деген сөз. Келесі сұрағымыз. Бір шыны ыдыста 15% тұз қышқылы, ал екіншісінде омега тұз қышқылы тең 0,15 деп жазылған. Дұрыс пікірді анықтаңыз дейді. Бұл жерде 15%-да 0,15 дегенімізде бірдей ұғымдар. Яғни нұсқамыз, біздің жауабымыз С болады. Өйткені 15% дегеніміз, оны 100-ге бөліп жібереміз де, пайыздар қысқарып кетеді де 0,15 қалады. 0,15 де 15-тің өзі де өзара тең деген сөз. Келесі, 120 мл суда 60 грамм калий сульфаты ерітілді. Алынған ерітіндідегі калий сульфатының массалық үлесі. Бізде 1 миллилитр 1 граммға тең болады. Сәйкесінше 120 миллилитр 120 граммға тең. Демек, еріткіштің массасы 120 грамм, еріген заттың массасы 60 грамм. Ал ерітіндінің массасы осы екеуінің қосындысы болады. Жалпы 180 грамм деген сөз. Енді ерітілген тұздың массалық үлесін табу үшін біз 180 граммды, яғни жалпы массаны 100% дейміз. Оның құрамындағы 60 граммды X% дейміз. 60 көбейтілген 100 бөлінген 180. 180 мен 60 қысқарып кетеді. Алымында 1 бөлімде 3 болады.
Ал 100-ді 3-ке бөлсек, 33,3. Ал бізде жай ғана 33 деген нұсқа бар екен. Демек біз Д нұсқасын белгілейміз. Күкірт қышқылының 18%-лік 300 грамм ерітіндісіне 300 мл су қосылды. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі. Бізде берілген жалпы ерітінді 300 граммға тең. Бұны 100% дейміз. Ол оның құрамындағы еріген зат, яғни күкірт қышқылы 18%. Бұдан біз сол 18%-ды тауып аламыз. Яғни 300 көбейтілген 18 бөлінген 100 болады. 100 бен 300 қысқарып кетеді. Сәйкесінше біз 3-ті 18-ге көбейткенге тең деп аламыз. Массасы 54 грамм болады. Әрі қарай біз жаңа алдыңғы есепте 1 граммда 1 миллилитрге теңедік. Сәйкесінше 300 мл суымыз 300 грамм болады. Бастапқы ерітіндінің массасы 300 грамм еді. Оған тағы да 300 грамм қосамыз. Жалпы 600 грамм болады. Бұл жерде тек су еріткіш ретінде қолданылады. Демек, біздің жалпы ерітіндідегі массамыз, яғни еріген затымыздың массасы 54 граммды құрайды. Ал жалпы ерітіндінің түзілген тағы да қосымша ерітіндінің массасы 600 грамм. Демек, 600 граммды біз 100% деп аламыз. Ал оның құрамындағы 54 граммды X% дейміз. Сәйкесінше 54 көбейтілген 100 бөлінген 600 болады. 600 бен 100-ді қысқартамыз. Бөлімінде 6, алымында 1. Ал 54-ті 6-ға бөлсек, бізде 9 шығады. Жауабымыз А нұсқасы. Келесі, магний хлоридінің 10%-лік 200 грамм ерітіндісіне 60 грамм тұз қосылды. Алынған ерітіндідегі магний хлоридінің массалық үлесі. Яғни бұл жерде 14-ші есепке кері есеп. Бізде 14-ші есепте еріткіш қосылған болса, 15-ші есебімізде еріген заттың үлесі қосылады. Яғни дәл сол алдыңғы есептегідей 240 грамның 10%-ын тауып аламыз. Бұдан бізде 24 грамм шығады. 0-ді қысқарып кетеді де 24 грамның өзі қалады. Ал ерітіндіге бізге тұздың массасы қосылады, яғни 60 грамм. Жалпы 24 граммға біз 60 граммды қосамыз. Сонда 84 грамм. Еріген заттың массасы бізде 84 грамм болады. Сәйкесінше 60-ты біз 240-қа да қосамыз. 240 қосылған 60 тең 300 грамм. Осыдан біз 300 граммды 100% деп аламыз. Оның құрамындағы 84 граммды X% дейміз. X тең болады 84 көбейтілген 100 бөлінген 300. 100 бен 300 қысқарып кетеді де 84-ті 3-ке бөлеміз. Сонда 28% деген жауап шығады. Келесі сұрақ. Тотығы үрдісі көрсетілген сызба нұсқа. Біз бұл жерде әрқайсының қайсы тотықсан екенін жазып жүрмей, мынандай нұсқаны қолдансақ болады. Мысалы, X ойсын сызып аламыз. Ортаға 0 санын жазамыз. Яғни, мына жердегі керекті сандардың барлығын жазамыз. Бізге -1 керек екен. -3 керек. -2 керек.
Nol керек. +2, +3 және +7. Енді қарайық. Хлор +7-ден -1-ге қарай, яғни оңнан солға қарай бағытталып жатыр. Оттек 0-ден -2-ге қарай, яғни оңнан солға қарай бағытталып жатыр. Темір +3-ден +2-ге қарай, оңнан солға қарай. Мыс +2-ден 0-ге қарай, оңнан солға қарай болады. Жалғыз азот қана -3-ден +2-ге қарай бағытталып тұр, яғни солдан оңға қарай. Демек, осы төртеуі бір бағытта, бірі жалғыз, біреуі келесі кері бағытта болғандықтан, жауап нұсқасын Е деп белгілейміз. Келесі сұрағымыз. Азоттың тотығу дәрежесі бірдей болатын қосылыстар. Аммиакта -3, азот эквивалент оксидінде +2. Аммиакта -3, жалғыз тұрған кезде 0. Азот бисвалент оксиді кезінде +5. Азотты қышқылда -2, -4 болады. Мына жерде +3 болады. Мына жақта +5. Жай ғана калий нитриті кезінде +3 болады. Азоттың 3 валентті оксидінде +3, азотты қышқылда +3. Демек, біздің нұсқамыз Е болады. Келесі, берілген тотығу тоғыстандыру әрекеттесуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы. Яғни бізге тотығу тоғыстандыру реакциясы беріледі. Біз бұны электрондық баланс әдісі арқылы теңестірейік. Қай элементтер өзгеретінін біз тауып алайық. Азот -3-ден 0-ге дейін, күкірт +4-ден 0-ге дейін. Сутек пен оттек өзгермейді. Демек, азот -3-ден азот 0-ге дейін. 0 тотығу дәрежесіндегі элементтің индекс болса, сол индекспен бірге біз жазатын боламыз. Осы жерде азотты өзара теңестіреміз. Алдына 2-ні шығарамыз. Енді дәл мынандай X ойсын сызамыз. Бізде мына жерде бар екен, соны қолдана салайық. -3-ден 0-ге дейін, яғни солдан оңға қарай болса, бізде таңба минус болады. Енді -3-ті 2-ге көбейтсек, 6 электрон болады. Күкірт +4-ден күкірт 0-ге дейін, яғни оңнан солға қарай. Таңба бізде плюс болады. Осы жерде 4-ті азоттың алдына, азоттың қатарына, ал 6-ны күкірттің қатарына жазамыз. Егер қысқаратын сандар болса, ары қарай қысқартып, сандарын былай бөлек жазамыз. Енді осы сандарда реакцияға дейінгі элементтердің алдына бір бөлек жазамыз, және реакциядан кейінгі заттардың алдына тағы да бөлек жазатын боламыз. Азоттың алдында 2 тұр. Мына 2 көбейтіліп, алдына 4 қойылады. 4 азот -3 қосылған 3 күкірт +4. Реакциядан кейін 2 азот индексімен 0 тотығу дәрежесінде және 3 күкірт 0 тотығу дәрежесінде. Енді осы сандарды реакцияның алдына қойып шығамыз. Яғни аммиактың алдына 4 қойылады, SO2-ның алдына 3 қойылады деген сөз. Сәйкесінше күкірттің алдында 3, азоттың алдында 2 және су түзіледі. Енді осы жерде азот пен күкірт теңесіп тұр, ары қарай біз сутекті теңестірейік. Реакцияға дейін бізде 3 көбейтілген 4, яғни 12 сутек бар. Реакциядан кейін 2 ғана. Ол 12 болу үшін судың алдына 6-ны қоямыз.
реакцияға дейін оттек 2 көбейтілген 3 алтау еді. Мына алтын қойғаннан кейін оттегіміз де алтау болып теңесті. Енді осы реакциядағы жалпы коэффициенттер қосындысын шығарайық. Коэффициент дегеніміз заттардың алдына қойылатын сандар. 4 қосу 3 7, қосылған 3 10 болады. Оған 2-ні қосамыз 12, тағы да 6-ны қосамыз 18. Келесі тоту тотсану теңдеуіндегі азот қышқылының формуласы алдындағы коэффициент. Яғни дәл осы сияқты электрондық баланс әдісін қолданып көрейік. Бұл жерде біз тоту дәрежесін өзгертетін элементтердің астын сызайық. Яғни магний 0-ден +2-ге өзгереді, ал азот +5-ден 0-ге дейін өзгереді. Магний 0, магний +2-ге. Және азот +5-ден азот 0-ге. Бір алдыңғыдай азоттың алдына 2-ні қоямыз. Солдан оңға қарай таңба минус болады. Магний 2 электрон беріп жіберді. Азот оңнан солға қарай таңба плюс болады. 5-ті 2-ге көбейтеміз. 10 электрон. Яғни азот өзіне 10 электрон қосып алды деген сөз. Енді осы сандарды екеуінің өзара кері бағытындағы тұсына жазамыз. Қысқаратын болса қысқартамыз. Мына жерде 5 пен 1 қалады. Яғни ары қарай біз осы сандарды реакцияға дейінгі элементтердің алдына қойып жазып шығамыз. 5 магний 0 тотығу дәрежесімен қосылған 2 азот плюс 5 тотығу дәрежесімен. Келесі реакциядан кейін 5 магний плюс 2 тотығу дәрежесімен және азот 2 0 тотығу дәрежесімен. Магнийдің алдына 5 қоямыз. Азот қышқылының алдына 2 қойып көрейік. Түзілгеннен кейін магний нитратының алдына 5-ті қоямыз және азот қосылған су. Бұл жерде қарасақ, азот қышқылының алдында 2 саны тұр. Бірақ реакциядан кейінгі азоттың саны 2 көбейтілген 5. 10, тағы 2 азот қосамыз 12 болып тұр. Реакциядан кейін бізде азоттың саны 12 болып тұр. Ал сутек 2, оттектің саны 3 көбейтілген 2 6, 6-ны 5-ге көбейтеміз 30. 30 қосылған 1, 31 болып тұр. Яғни тек магний ғана теңесіп тұр, қалған элемент атомдары теңеспей тұр. Реакциядан кейінгі азотты біз 12 дедік қой, демек реакцияға дейінгі азот қышқылының алдына 12 деген санды жазайық. Сонда азотымыз теңеседі де, сутек 12 болады. Судың алдына 6 қойсақ, 6 2-ге көбейтіліп 12 болып сутектің саны теңеседі. Енді оттекті теңестіріп көрейік. 12 көбейтілген 3 бізде 36-ға тең. Мына жақта есептелге 3 көбейтілген 6, 2 6 болады, 6-ға 5-ті көбейтеміз. 30, оған 6-ны қосамыз, 36. Осылай біздің реакциямыз теңеседі. Ал азот қышқылының алдындағы сан бізде 12 екен. Бізде 5 формула беріледі. Әрқайсысында хром элементі бар. Сол жердегі хромның тотығу дәрежесі +6 болатын формуланы табуымыз керек. Біріншісінде H хром 2. -2 көбейтілген 2 бізде -4 болады.
яғни жалпы саны плюс 4 пен минус 4 өзара теңесуі керек. Жалпы кез келген формулада протондар мен электрондар саны өзара тең болуы керек. Біз оны элементтердің тоты дәрежелері арқылы қосып біле аламыз. Сутек бізде плюс 1-ге тең, бұл тұрақты. Хром сәйкесінше 4-тен 1-ді алсақ плюс 3 болады. А нұсқасын алып тастаймыз. Калий 2, хром 2, О7. Минус 2-ні көбейтеміз 7-ге, минус 14 болады. Жалпы бізде плюс 14 болу керек. Калий бізде тұрақты плюс 1-ге тең. Мына жерде 2 калий бар, демек плюс 2 бар деген сөз. 14-тен 2-ні азайтсақ 12, сол 12-ні хром 2 болғандықтан 2-ге бөлеміз. Демек, плюс 6 жауабымыз Б болады. Келесі, күкірттің тотығы дәрежесі минус 2 болатын қосылысты анықтаңыз. SO2 кезінде плюс 4, H2S кезінде минус 2, SO3 кезінде плюс 6, H2SO4 кезінде плюс 6, натрий 2 SO3 кезінде плюс 4 болады. Біздің жауабымыз H2SV. Иондық байланыс түзетіндер. Иондық байланыс түзілу үшін металл мен бейметалл әрекеттесуі керек. Яғни металдың катионы және бейметалдың анионы. Күкірт пен оттек екеуі де бейметалл, күкірт пен хлор екеуі де бейметалл, күкірт бром бейметалл екеуі де, күкірт пен сутек екеуі де бейметалл, және соңғы нұсқасы күкірт пен магний. Бұл жерде сіздерді шатастыру үшін магний соңынан берілген. Бірақ біздің формуламыз магний сульфиді, яғни магний С болады. Ковалентті полюсті байланыс түзетіндер. Ковалентті полюсті болу үшін екі бейметалл болу керек. Калий мен азот біреу металл, екіншісі бейметалл. Күкірт пен калий бейметалл мен металл. Сутек пен натрий бейметалл мен металл. Натрий мен күкірт металл мен бейметалл. Азот пен сутек. Яғни нұсқамыз, біздің жауабымыз Е болады. Бұл жерде NH3 деген формула түзіледі. Жады аммиак. Электр терістілік дегеніміз не? Электр терістілік болу үшін бір элемент екінші элементтің электрондарын өзіне тартып алу керек. Демек, Д нұсқасы болады. Келесі соңғы сұрақ, ковалентті полюссіз байланысы бар қосылыс. Ковалентті байланыс жалпы бейметаллар арасында жүреді дедік. Ол өзі полюсті және полюссіз болып бөлінеді. Полюсті болу үшін екі түрлі бейметалл атомдары болу керек, ал полюссіз болу үшін бірдей бейметалл атомдары өзара әрекеттесу керек. Яғни индексімен жазылатын элементтер H2, O2, азот, N2, фтор, хлор, бром және йод. Осы 7 элемент бар, өздеріңіз жазып алсаңыздар болады. Екі индексімен жазылады, өйткені олардың барлығы табиғатта газ күйінде кездеседі. Сондықтан екі индексімен жазылады, сәйкесінше ковалентті полюссіз байланыспен байланысады екен. Осымен біздің бүгінгі тесттік талдауымыз аяқталды. Баршаңызға рахмет.